Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздермен кешкі асқа дайындауға, ауызашарға дайындауға болатын жеңіл тағамның рецебімен бөлісемін. Менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жазып кетіңіздер. Пигоди тағамы манты секілді өте жеңіл әрі мантыдан жылдам жасалатын тағам деп ойлаймын. Соны жасап көріңіздер. Мен сіздерге қалай жасалатын рецептін қазір айтамын. Алдымен ұнымызды аламыз, яғни ұнымызды електен өткізіп алдым. Көлемі шағын, жарты килограммдай ұн алдым, електен өткіздім. Аздаған тұз салдым, сосын дрож салдым, яғни ашытқы. Осы пакмаяны пайдаландым. Бір қасықтың жобасындай салдым, яғни жарты қасық салсаңыздар да болады. Мен сол бір қасыққа толтырмайтындай қылып жобамен ғана салдым. Осыны енді осыған жылы суды аламыз. Жылы суға иледім, салқын суға илемедім. Жылы суға өстіп азғантайдан құйып отырып, қамыр бастыра бастаймыз. Яғни қатты да емес, өте жұмсақ болып тұрған қамыр да емес. Пигодиімізге, яғни манты десе болады, мантының жеңіл түрі десе болады бұны. Сол тағамымызға қамырымызды бастырамыз. Осылай қолмен қамырды бастырып шықтым. Осылай бастырдым да көтерілсін деп алып қойдым бөлек. Оған дейін енді ішіне салатын салмамыздың дайындай бастаймыз. Жуаны алып, бір бас жуаны алдым мен. Осылай ол жуанның жіңішкелеп, яғни қазір қуыратын сияқты қылып, тағамға салатындай қылып, бәрін жіңішкелеп турап шықтым. Осылай бәрін жіңішкелеп аламыз. Содан кейін біз бұны турап болғаннан кейін барлық жуамызды осылай бәрін жуап турап алдық. Осы фаршымызды дайындап аламыз, яғни тұздап, фаршымызды бұрыштап, фаршымызды дайындап аламыз бөлек. Мен табаға сұйық құйдым да осыған жаңағы тураған, яғни жуамды салып қуырып аламын. Осы жуамды, бір бас жуамды салдым. Осы жуамды қызып тұрған табаға салғаннан кейін қуыра бастадым. Одан бөлек мен фарш дайындап алдым, яғни тұздап, бұрыштап алып, осы фаршты да қуырылып жатқан жуамыздың үстіне саламыз, яғни барлығын бірге қосып қуырамыз. Алдын ала фаршты тұздап алғандықтан мен енді көп не істемедім, тұз салмадым. Салмама екеуін жуамен қосып тек қуыра бастадым. Осылай сіздер де осылай қуыра бересіздер. Мен де фарш әбден піскенше, яғни қатты күйдірген жоқпын. Күйдірмей тек пісіріп алдым. Осылай, яғни шемшік майға қуырып алдым. Осылай барлығын фаршымызды қуырып аламыз, асықпай, әбден пісіріп. Фаршымыз пісу керек. Одан кейін жаңағы көтерілген ұнымызды, яғни бастырып қойған қамырымызды аламыз. Бір сағаттың жобасындай уақытта тұрды, жақсы болып көтерілген. Осыларды әртүрлі бөліктерге бөліп ала бастаймыз, яғни шағын бөліктерге бөліп аламыз. Барлығын мен пышақтың көмегімен кесіп бөліп алдым. Осылай барлық қамырымызды барлығын бірдей бөліктерге бөлеміз, яғни қамырымыздың барлығы бірдей бөлікке бөліну керек. Қазір біздер ішіне салмасын салғанда, піскен кезде мүмкіндігінше бірдей болған дұрыс деп ойлаймын пигодиіміздің. Сол үшін мен барлығын бірдей бөліктерге бөліп алдым. Үлкендеу, кішілеу болып кетсе, арасына алып қамырды қосып жасасаңыздар болады. Осылай енді пигоди қамырымызды дөңгелектейміз, яғни домалақ булочка сияқты қылып, домалақтап қоямыз қамырларымызды. Барлығын алып осылай шықты. Дөңгелек қылып көтерілдіріп қойдым аз уақытқа. Осыны енді ішіне біздің салмамызды салуға дайындаймыз. Қолыммен жайып алдым барлығын. Осылай жайып аламын да, ішіне енді жаңағы біз дайындап қойған фаршымен жуамызды салып, тағамымызды, яғни пигодиімізді дайындаймыз. Осылай салып шықтым, жаңа қуырып алдым, көрдіңіздер. Жуамызбен фаршымызды қатты күйдірген жоқпын, шағындап алдым. Енді осыларды жайлап отырып,
бекітіп отырып не қыламыз, пигодиімізді манты сияқты қылып жаба бастаймыз, іштеріне ашылып кетпейтіндей болып. Осылай бәрін жасап алдым. Мінекей екі жағын түйдім, сөйтіп осылай төмен қарай төңкеріп қойып қойдым. Әзірге бұлар барлығын жасап болғанша пигодиіміз көтеріліп тұрады, яғни арасында аштығы болғандықтан бұлар көтеріле береді. Енді келесісінде солай салдым, салмаларын ішіне салып отырдым. Барлығын салып болған соң пигодиімізді әдемілеп жаба бастаймыз, яғни түйеміз. Манты сияқты әртүрлі тәсілмен түйсеңіздер де жапсаңыздар болады. Мінекей осылай жауып шықтым пигодиіміздің ішін. Мінекей барлығын ішіндегі жаңағыдай етіміз шығып кетпейтіндей болу керек. Осылай жаптым да төңкеріп қойып қойдым. Әзірге барлығы жайлап көтеріле береді. Барлығында да осылай қамыр салып шықтым. Мінекей пигодиіміз осындай болып шықты, топ-томпақ болып көтеріліп. Енді осының барлығын біздер мантоваркаға салып пісіре бастаймыз. Мінекей мантоваркаға салдым. Сосын бір сәбізді алып мен үкіштен өткіздім. Яғни бұл бізде бетіне салатын подлива болып шығады. Осы бір сәбізім жарайды. Үлкенде бір сәбізді алдым да, бұны да үкіштен өткізіп, майға салып, қуырып алдым. Мінекей пигоди тағамымыз дайын, өте дәмді, керемет болып шықты. Бетіне көк шөптен де септім, әдемі болып шықты деп ойлаймын. Сіздер де кешкі асқа жасап көріңіздер. Өте дәмді әрі тойымды тағам. Менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жазып кетіңіздер.